мен ұстазым. Бүгінгі сабаққа әдемі өлең жаздым. Өнерімді креатив ретінде қолданып, тақырыпты қорғауға түні бойы дайындалдым. Әрине бұның бәрі автомат үшін емес, сабаққа деген құштарлықты арттыру екен. Алғаш қаласы не екенін мен түсіндірейін, нәрестенің жағдайын бағалауды үйретейін. 1952 жылы анестезиолог Вирджиния Авгер жаңа туған нәрестені тексерді. Жаңа тәсілін ресми түрде енгізді. 27-ші конгресті осымен еңбекті. Бұнымен тоқталмай әрі қарай жалғастырайын. Бұл әдіс өте жеңіл, 5 көрсеткіштен тұрады. Әр көрсеткіш 0-ден 2-ге дейін бағаланады. Нәресте жақсы болса тіпті 10-ға дейін барады. Бағалау өмірдің бірінші минутында болады, және де 5 минуттан кейін қайталанады. Тамыр соғысы, тыныс алу бұлшық онысы, терінің түсі, рефлекстік қозуы қаралады. Ұпай саны 7-ден 10-ға дейін болса жақсы бәрі. Егер 7-ден төмен болса, бала ағзасы дұрыс емес. Ал тіпті 4-тен төмен болса, баланы өмірді қамтамасыз етуге қосу қажет.